Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін менің арнамда қатерлі ісіктің басталғанын білдіретін таңғы 3 белгі туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ендеше менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, осы видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қатерлі ісікті барынша ерте анықтаса, соғұрлым жақсы. Ауруды ерте тапса, жазылу соғұрлым оңай. Ендеше кез келген белгі мен өзгеріске мән берген жөн. Мамандар таңертең ұйқыдан тұрған сәтте мынандай белгілердің бірі болса, онда сескенуге себеп бар дейді. Біріншісі, шаршап ояну, әлсіздік. Қатерлі ісікке шалдыққан адамдардың көбі таңертең ұйқыдан оянғанда шаршап оянатынын, әлсіздік жайлап, мен-зені шығып, маза болмайтынын айтады. Шаршаудың түрі де әртүрлі, бірақ қатерлі ісік болса, онда шаршау мүлде басқа, ауыр келеді. Себебі рак жасушалары адам ағзасында қоректік, нәрлі заттың бәрін түнімен жалмап қояды. Ағзаның өзге жасушалары мен мүшелеріне қуат нәрі жетпей қалады. Қор таусылғасын шаршау болады. Екінші және үшінші белгі жүрек айнып құсу, лоқсу. Ми қатерлі ісігі, бауыр мен асқазан және ішек қатерлі ісігінде көп болатын жағдай. Обырға шалдыққан 10 адамның 7-і жүрек айнып құсқанын айтқан. Сондықтан бұл көп таралған белгілерінің бірі болып саналады. Қатерлі ісік жасушалары жеген қалдықтың бәрін қанға жібере береді де, улы заттардың кесірінен адам ағзасында лоқсу, құсу сынды жауап қайтару реакциялары туындайды. Ми обыры болса, онда ми жұмысында ақау шығып, адамның аяқ асты құсқысы келетіні содан. Адам миында екі жерде жүрек айну мен құсуға жауап беретін орталықтар бар. Осының жұмысы бұзылса, лоқсу мен құсуға жеріктік пайда болады. Мұны осылай түсіндіруге болады. Қатерлі ісік адамды білдірмей алатын ауру. Сол үшін аты жаман ауру деп кейде атын атамауды жөн көреміз. Егер қатерлі ісікті асқындырмай, 3-ші және 4-ші кезеңіне жеткізбей анықтаса, емдеу оңай болмақ. Құлан таза жазылу мүмкіндігі жоғары. Ресейдің онколог дәрігері, медицина ғылымдарының докторы Михаил Давыдовтың айтуынша, рактың алғашқы белгілерін анықтаудың бірнеше жолы бар. Ең бастысы сол белгілерге мән беріп, дәрігерге барынша ерте қаралу. Олар жөтел. Егер адам ұзақ жөтелсе, адам 1 айдан артық жөтелгені жақсы емес. Жөтелдің себебі бронхит немесе тұмау, сол сынды маусымдық аурулар болса, түсінуге болады. Бірақ басқа себебі болмаса, онда күдіктенуге тура келеді. Дауыс тембрі өзгерсе, дауыс қырылдап, қарлығып, кеуде тұстан қысылып шықса, кеуде жасушаларының лимфа түйіні бұзылғанның белгісі. Ал бұл көмей ісігінің белгісі болуы мүмкін. Сондай-ақ, ауыз қуысының маңында ісік жара пайда болмаған ба, соны да қарау керек. Асқазанның ас қорытуы бұзылса, адам 3 күн бойы ас іше алмай, асқазан оны сіңдіре алмаса, сондай-ақ іш өту мен іш қату қатар жүрсе, бұл тоқ ішектің онкологиясынан хабар беруі мүмкін. Үлкен дәретте қанның ізі болса, шұғыл ауруханаға қаралған абзал. Дәрігердің айтуынша, 40-45 жастан асқан жандарға жылына 1 рет колоноскопия жасатқаны жөн. Өйткені бұл тоқ ішек ісігін анықтаудың жалғыз жолы. Асқазан үнемі қышылдаса, қышқыл деңгейі көтеріліп кете берсе, тамақ жеу қиындаса, бұл белгілердің бәрі асқазан мен өңеш ісігіне қатысты. Дәрет сындыру жиілесе әрі қиындаса, дәретте қанның ізі байқалса, бұл инфекциялық аурудың қуық асты қатерлі ісігінің де белгісі болуы мүмкін. Арқа мен жамбас ауырса, іш кепсе, асқазан тамақ қорыталмаса, жыныс мүше тұсында қышыма пайда болса, белгісі сұйықтық бөлініп шықса, бұлар аналық жыныс безі мен жатыр ісігінің белгілері. Денеде жара, түйін, ісікке ұқсас томпақ бүршіктер пайда болса, әрі ол ұзақ кетпей жүріп алса, бұл да рактың белгісі болуы ықтимал. Қал мен үлкейсе, денеге жарақат түсіп, ұзақ жазылмай жүрсе, ауыз қуысында ауырсыну көбейсе, тістің ақ қызыл түстес дақтары пайда болса, онда да дәрігерге барған абзал.